Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік. Сабағымыздың мақсаты тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің эволюциядағы ролін дәйектеу. Тұқым қуалаушылық дегеніміз тірі ағзалардың ата-аналарына ұқсау қабілеті. Яғни ата тектеріне тән қасиеттер сақтап, ол белгілерді ұрпақтарына береді. Өзгергіштік тірі ағзалардың өз ата-аналарынан ерекшелену қасиеті. Түрдаралары жынысты жолмен көбейген кезде ата-аналарының белгілерін толығымен көшіріп ала алмайды. Олар ата-аналардың екеуінің де қасиеттерін өз ағзасында біріктіреді. Өзгергіштіктің түрлері. Өзгергіштік екі түрге бөлінеді: тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын. Сонымен бірге тұқым қуалаушылықтың өзі үйлесімділік, яғни комбинативтік және мутациялық деп бөлінеді. Мутация кезінде ағзаның басқа да қасиеттері сияқты ДНК молекуласының құрамы да кездейсоқ өзгеріске ұшырайды. Үйлесімділік өзгергіштікте ата-аналарында және олардың арғы тегінде болған белгілер жаңадан үйлесім тауып бірігеді. Сондықтан табиғи сұрыпталу тұқым қуалайтын өзгергіштіктің негізінде жүреді деп бекер айтылмаған. Қандай да бір ағза кездейсоқ мутация кезінде нәтижесінде жаңа түске ие болды деп есептейік. Егер ол түс оны жауыннан қорғайтын болса, онда ол тірі қалады. Жауыннан қорғану артықшылығы бар жаңа түске ие болған ағза өзінен кейін көптеген ұрпақ қалдырады. Тұқым қуалаушылық қасиеттері ұрпақтарына берілмейтіндіктен модификациялық өзгергіштіктің эволюциялық рөлі жоқ. Модификация кезінде ағзалардың бейімделуі орта жағдайлары кенеттен өзгергенде тіршілігін сақтап қалуда маңызы зор. Енді осы тақырып бойынша балалар сіздерге үйге тапсырма, жоспар бойынша үйден реферат дайындап келеміз. Назарларыңызға рахмет.